Сәлем баршаларыңызға, келіп жеткен ораза айы құтты болсын. Оразаны аман-есен атқарып алуларыңызға тілектеспін. Оразаны бұзатын және бұзбайтын 70 амалды Данияр Кенжеұлының кітабына сүйене отырып, мен сіздерге таныстыратын боламын. Аллах тағала: ей иман келтіргендер, өздеріңнен бұрынғыларға ораза ұстау парыз етілгені сияқты, сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Бақара сүресі 183 аят. Ораза тарихы тереңде жатқан илахи діндерде ғана емес, бұрмаланған сенімдердің де құлшылық актісіне кіретін айрықша амал. Ал мінсіз әрі кемел болған ислам дінімізде ораза парыз айы болған. Оның 5 негізіне кіретін, мұсылманды сауапқа бөлеп, Аллаға жақындататын іргелі ғибадат, ауыз бекіту хижри жыл санауы бойынша 2-ші жылы бұйырылған. Айлық күнтізбе негізінде Рамазан айымен тұспа-тұс келеді. Мұсылман адам ауыз бекіткен уақытынан бастап ақшам намазына дейін ішіп-жемнен, нәпсісін тәрбиелеу мақсатында ғайбат, өсек сынды жүрек дерттерінен де тыйылады. Рамазан адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын дәлел ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Рамазан айы туғанын көрген адам ораза ұстасын. Кімде-кім ауру болып, әйтпесе сапарда жүрсе, онда басқа күндерде өтесін. Алла сендерге жеңілдік болуын қалайды, ауырлық түсіргісі келмейді деген. Міне осы аяттар негізінде ғалымдарымыз оразаны парыз құлшылықтардың қатарына кіргізді. Бірақ одан кейінгі қосалқы сұрақтар мен мәселелер де өз алдына бір төбе, яғни ауыз бекітуде басшылыққа алатын ережелер, оразаны бұзатын жағдайлар, оразаны нендей себептермен кейінге шегере аламыз, тағы басқа сондай сияқты көкелеріңізде жүрген сұрақтарға менің видеомнан жауап ала аласыздар. Достар, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта менің пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін және өз ойларыңызды астында комментарий бөліміне жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірінші сұрақ: оразаны не бұзады? Жауап: сырттан ішке арнайы ауыз, мұрын, ішек, табиғи жолдар арқылы кіріп, жұтқыншақ асқазан немесе ішекке орныққан кез келген нәрсе оразаны бұзады. Сырттан ішке қарай кіретін заттар тек қазаны немесе қазамен қоса 60 күн кафаратты міндетті қылуы мүмкін. Егер әдетте адамдар қызығып, құмартып жейтін зат жұтқыншаққа, асқазанға немесе ішекке түсіп орнықса, 1 күн қаза және 60 күн кафарат ұстайды. Ал егер бұл заттарды адам қателесіп жеп қойса, 1 күн қазасын өтейді. Екінші сұрақ: ұмытып ішіп жеген адамның оразасы бұзылады ма? Жауап: негізгі қағидаға сүйенер болсақ, ораза бұзылып қазасын өтеуі керек. Алайда Алла елшісінен ұмытып ішіп жеген адамның оразасы бұзылмайды делінген хадисті фақих сахабалар риуаят еткендіктен ғалымдарымыз бұзылмайды деп үкім кескен. Сәйкесінше ұмытып бір нәрсені жеген адам есіне түссе сала тоқтатып ары қарай оразасын жалғастыра береді. Үшінші сұрақ: Рамазанда әйелімен ұмытып жыныстық қатынас жасап қойса не болады? Жауап: ораза ұстаушы адам ұмытып ішіп жесе немесе ұмытып жыныстық қатынасқа барып қойса, оразасы бұзылмайды. Алла елшісі бұл жайлы кімде-кім ұмытып ішіп жеп қойса, оразасын қайта жалғастырсын. Өйткені оған Алла тағаланың өзі ішкізіп жегізген деген. Осы үкім парыз ораза мен нәпіл оразаға бірдей. Себебі хадис екеуінің арасын бөліп келмеген. Ал егер есіне түскен бойда ішіп жеуді немесе жыныстық қатынасты тоқтатпай жалғастыра берсе, оразасы бұзылады. Төртінші сұрақ: Рамазанда тері астынан екпе салса, ораза бұзылады ма? Жауап: сырттан ішке кіретін зат міндетті түрде мына табиғи жолдардан өтіп, тамаққа, асқазанға, ішекке қарай өтіп орнығуы керек. Ол табиғи жолдар ауыз, мұрын, іштегі терең жара, артқа әурет. Бұдан басқа тері, тамыр арқылы егілген дәрілер оразаны бұзбайды. Кейбір ғалымдар күре тамырдан күш беретін дәрі салынса, ораза бұзылады деген пікірді алға тартқан. Сақтық үшін күре тамырдан дәрі қабылдаған адам 1 күн қазасын өтесе әбестігі жоқ. Бесінші сұрақ: ауыздағы түкірікті, сілекейді жұтса, ораза бұзылады ма? Жауап: бұл жағдайда ораза бұзылмайды. Алайда түкірікті әдейі жинап жұтудан сақтану керек. Алтыншы сұрақ: ғайбат айтса, ораза бұзылады ма? Жауап:
оразаны ішке кіретін зат бұзады. Ғайбат айту көзге көрініп, қолға ұсталмайтын мағынауи нәжіс болғандықтан оразаны бұзбайды. Егер кімде-кім ғайбат айту оразаны бұзады деген хадисті естіп, аузым ашылып кетті деген оймен ары қарай ішіп жесе, мазхабымыздың негізгі пәтуасы бойынша бұл адамға сол күннің қазасына және 60 күн кафарат өтеу керек болады. Алайда егер бұл адам қарапайым халықтың қатарынан болса, мүфти немесе фақих пәтуасы алынатын оразасы бұзылмағандығы жайлы пәтуа берсе, кафарат міндет емес. Себебі қарапайым халық ілімді адамға ілесуі уәжіп. Мазхабымыздың кейбір әйгілі имамдары, соның қатарында имам әз-Зайлағи, ораза ұстаушының бұлай ойлауы күмәнға жатқандықтан кафарат міндет емес деген. 7-ші сұрақ. Рамазанда хиджама жасату оразаны бұзады деп ойласа? Жауап. Мазхабымыздың негізгі пәтуасы бойынша хиджама жасату оразаны бұзады деп ойлаған адам әдейі ішіп жесе, бір күні қазасын және 60 күн кафарат өтейді. Себебі оның бұлай ойлауы шариғи дәлелге сүйеленген жоқ. Ғұламаларымыз хиджама жасатушы адамның оразасы бұзылды деген хадисті тікелей мағынасы алынбайтындығына бір ауыздан келіскен. Сондықтан да хиджама жасату оразаны бұзды деп ойлау шариғи дәлелге сүйеленбеген. Алайда егер әлгі адамға муфти немесе фиқх маманы пәтуасы алынатын кафарат міндет емес деп пәтуа берсе, тек сол күннің қазасын өтейді. Имам Мұхаммед бұл жағдайда егер әлгі адамға хиджама жасатушы адамның оразасы бұзылды деген хадис жеткеннен соң оразан бұзылды деп ойлаған болса, муфтидің пәтуа беруі шарт емес. Себебі Алла елшісінің хадисі муфтидің сөзінен кем болмайды деген. Бірақ имам Әбу Юсуф қарапайым халықтың фақих адамға ілесуі уәжіп деген. 8-ші сұрақ. Рамазанда әйелін сүйсе, аузы ашылады ма? Жауап. Егер жыныстық қатынасқа түсіп кетпеуіне, мәни бөлінбеуіне сенімді болса, әйелін сүюде ешбір әбестік жоқ. Егер өзіне сенімді болмаса, әйелін сүю мәкрух болады. 9-шы сұрақ. Өз-өзін қанағаттандыру оразаны бұзады ма? Жауап. Ер адамнан яки әйел адамнан шәует шахуат себепті бір іспен бөлінсе, оразасы бұзылады. Бұл жағдайда бір күн қаза өтеуі тиіс. Кафарат міндет емес. Себебі кафаратты шынайы жыныстық қатынас қана міндеттейді. Өз-өзін қанағаттандыру ісінде мағына жағынан жыныстық қатынас табылғанымен көрініс жағынан табылып тұрған жоқ. 10-шы сұрақ. Сәресі кезінде тістің арасында қалған нанның майда қалдықтары оразаны бұзады ма? Жауап. Ауыз бекітіп болған соң, тістің арасындағы күнжіттің көлеміндей өте майда қалдықтардың ішке қарай кетуі оразаны бұзбайды. Себебі қағида бойынша сақтануы мүмкін емес болған әрбір нәрсе оразаны бұзбайды. Міне өздеріңізбен оразаны бұзатын және бұзбайтын 70 амалдың алғашқы 10 амалымен таныстырып өттім. Ақпаратым пайдалы әрі түсінікті болған болса, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ал подписаться бөлімінде қоңыраушаны басып қойыңыз. Қалған амалдарды өткізіп алмас үшін сізге уведомление келіп тұрады. Барлықтарыңызға соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазан айының оразасын ниеттеніп отырған әрбір жан сіздерге Алла жеңілдігін беріп, мол сауаптан жазсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі видеода жолыққанша құрметті оқырман. Сау болыңыздар.